Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында сиыр дайындаймыз. Ал кеттік. Ең алдымен осындай 1 литр сүтті пісіріп алуыңыз қажет болады. Осылай қайнатып, кәдімгідей пісіріп аласыз. Мен ровно 1 литр сүтті қолдандым, одан көп қолданбадым. Және оған осылай қайнағаннан кейін осылай 1 шай қасық тұз қосып араластырасыз. Және бір шетте осылай 1 ыдысқа жұмыртқаны қолданасыз. 3 жұмыртқаны қолдандым мен, және оны шанышқының көмегімен осылай 1 келгі болғанға дейін араластырасыз. Және 200 грамм үйдің қаймағын қолданғанмын, бірақ магазиннің қаймағын қолдансаңыз да болады. Осылайша 2 ингредиентті бір-біріне біріктіріп 1 келгі болғанға дейін араластыруыңыз қажет болады. Дәл видеода көрсеткендей етіп. Негізі үйдің қаймағын қолдансаңыз сәл майлы болуы мүмкін, бірақ дәмі дәл үшбұрышты президентский плавленый сырдың дәміндей болады. Ал мен магазиннің қаймағымен істеп көрмегенмін, бірақ негізі одан да болады. Үйдің қаймағы ұнады маған, бірақ сәл майлы болып келеді. Ал магазиннің қаймағынан істесеңіз, майлылық дәрежесі сәл төмендеу болады. Осылайша екеуін араластырып боласыз, және оны қайнап тұрған сүтке, осылай жай қайнап тұрған сүтке салып араластырып қайнатасыз. Дәл видеода көрсеткендей етіп. Бұл сыр жасалу жолы, бұл ешқандай химиясыз табиғи жасалынады. Сондықтан да мен сіздерге осы түрді осылай дайындауды кеңес беремін. Обязательно 1 литр сүт болса үйіңізде дайындап көріңіз. Егер де қалалық жерде тұрсаңыз, мынандай үйдің сүті болмаса, магазиннің сүттерін қолдансаңыз болады. Осылайша оны салғаннан кейін сәл ғана араластырасыз және күтесіз. Бір 4-5 минуттан кейін уже іртік пайда бола бастайды, және үстіңіз ри бастады. Ол ірігеніне қорықпаңыз, ол осы сырдың негізі болып табылады. Осылайша сәл араластырып күтесіз 4-5 минут, және мен қазір видеода көрсеткендей сәл уже сүтіңіз өзгере бастайды. Сәл жай қайнап тұру қажет болады. Және осылай іртіктер пайда болғаннан кейін тағы 5-6 минут қайнатыңыз. Сонда сырыңыз іртіктері көптеу пайда болады. Мен дәл видеода көрсеткенде уже 4-5 минуттан кейін пайда бола бастайды. Сонымен сіздің толық есептегенде 10-15 минут уақыты кетеді осылай болуына. Және мына жақта мен ситоны дайындап алдым. Және осыған мен қызыл орамал деп жазғаным описанияда. Просто менде осылай марле болмады үйде, сондықтан да мен қолданбаған орамалды қолдандым. Сеточный болғандықтан. Осылай мен орамалға салып, оны осылай бір-біріне орамалды жинайсыз дағын, артық суыны шығаруыңыз қажет болады. Осылай орамалды ораңыз дағын, кейін қасықтың немесе кез келген бір заттың көмегімен үстінен басып, артық суды, сар суыны шығаруыңыз қажет болады. Осылай орасаңыздар шығады. Осылай су толық шығуы қажет болады. Егер де су шықпаса, сіздің сырыңыз сыр болады, бірақ ол сәл влажный болып қалуы мүмкін. Сондықтан да суды толықтай шығарған дұрыс. Сонда ол қатты болып, дәл магазиннің сырындай болып шығады. Осылай артық суды мейлінше шығару қажет, және оның үстінен ауыр затпен басып қою қажет. Кейбір видеоларды көрсеңіз 1-6 сағатта дайын болады деп айтады, бірақ мен өзімнің практикамда көргенде ол 6 сағатта дайын болмайды. 12 негізінде 1 күн 1 түн 24 сағат тұрса күшті болып, қатты болып шығады. Осылай қылып істедім, бірақ сіздер ыдысқа салып, оның үстінен ауыр затпен салсаңыз болады. Мен кейін магазиннің қаймағы босаған ыдысқа салып, қайттан үстін басып қойдым. Осылайша менің 24 сағат тұрған сырым осылайша қатып дайын болды. Обязательно дайындап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Маған ұнады. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.